Сіз үшін мұғалім деген сөз қалай қалыптасқан? Өзіңіз қалай түсінесіз сол сөзді? Енді мұғалім деген ұлы есім. Мұғалім оқытушы, тәрбиелеуші, осы қоғамға өзінің үлесін қосатын мамандықтың бірі мұғалім. Осы балалардың тәрбиесі, бұлардың бір жетістікке жетуі, биіктен көрінуі біз үшін үлкен бақыт. Мұғалім енді бағдарлаушы, жол көрсетуші деп айтсақ болады. Көптеген мысалдар келтіруге болады мұғалімдікке. Мұғалімдік стажыңыз қандай? Мұғалімдік еңбектеріме биыл 18-ші жыл. Бұл жерде енді қызықты да, қиынды да сәттер көп болды. Осы мұғалім болып істегеніме өзім қуанамын, мақтанамын. Тарих мамандығын таңдаған себебім мектеп кезінде мектепшілік олимпиада, аудандық олимпиадаға бардық. Сол мектеп кезінен бастап қызығушылығым болды. Көріністерге қатысып, тарихи спектакльге қатысып, осыдан бастап қызығушылық оянды тарихқа деген. Осыдан тарих мамандығын таңдап, осы бойынша оқып, жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Келешек жастарға айтып кететініміз осы, егерде мұғалімдік ұстаз мамандығын таңдайтын болса, ең бірінші өзінің міндетті түрде өзінің тәрбиесі, мінез құлқы, сенімділігі дұрыс болу керек, өз-өзіне мықты сенімді болу керек. Сол кезде ғана шәкірттерге білім береді.